Бізді шектейтін жалғыз нәрсе бұл біздің ойлау қабілетіміз, сенім жүйеміз. Егер біз өзімізді лайықсыз, керексіз деген ұғымдардан бас тартсақ, біз өз армандарымызға жете аламыз. Әсіресе бұл болашақ түлектерге өзекті болып табылады. Өйткені біздің алдымызда маңызды шешімдерінің бірі болашақ мамандықты таңдау. Сол себепті өз арманымызды және мақсаттарымызды қазірден бастап жинақтауымыз қажет. Мақсат бұл шешім үшін бар күш салынған нақты міндет. Алайда мақсатты дұрыс қоя білу қажет. Себебі мақсатқа жету бұл өз қажеттіліктеріңді жай ғана қанағаттандыру емес. Бұл тұлғаның дамуы, өзіңді өзі жетілдіру және жаңа деңгейге өсу. Яғни арманның орындалуында бұл мақсат өте үлкен және маңызды рөл атқарады. Себебі ол өте үлкен және басты қадам. Ешбір мақсат армансыз қойылмайды, ал арман жайдан-жай ойсыз пайда болмайды. Қазақ айтқандай, армансыз адам қанатсыз құспен тең. Демек, әр адамда өмірінде кемінде дегенде бір арман болу қажет. Арман дегеніміз бұл адамға өмірлік жолын құрастыруға көмектесетін күш. Бірақ бұл күш ол жай ғана қиял ғана емес. Біздің мақсатымыз да, армандарымыз да, бұның барлығы еңбек пен талпынысты талап етеді.